Ассаламағалейкум, қайырлы таң, құрметті көрермендер, достар. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке тілеймін. Не бүгін 1 қазан, таңғы жайғастырып, малды сауып, шөптерін, жемдерін беріп, тіршілікті бастадық. Не қыркүйектің 29 күні қар жауды бізде. 20 сантиметрдей түсті. Осындай болып түсті. Енді табиғат осы біз жақта. Табиғатымыз осы. Табиғатқа ештеңе қыла алмайсың. Ол да бір Алланың ісі деп. Сиырлар уже іште тұр, далада шығармаймыз, бүгін шығаратын шығармыз далаға. Сауып алдық сиырларды. Мына жағын уже сауып алдық, қараңғы енді іші. Қорағы енді қанша айтқанмен. Мына жағын сауып алдық. Енді қазір мына жағын сауып жатырмыз. Қанша таза ұстасаң да, бұл сиыр осындай пішіп бүлдіре береді. Сиырларда сүт азайды, мінекей. Сүт азайды. Осылай кезек-кезек сауып ала береміз. Аппарат. Сиырларды уже жақын арада мына аржы қатарды бір мезгіл сауып жатырмыз. Олар бірінші бұзаулаған. Сол себептен ерте су алды. Олар ерте қашты, ерте туады биыл. Мына жақ кейін бұзаулағандар, кешірек бұзаулағандар. Мынау 1,5 жасында бұзаулады мына сиыр. Достар, кішкентай кеш бұзау осы кеше июль айында бұзаулады. Соның бұзауына әлі соскымен сүт беріп жатырмыз, асырап жатырмыз әлі. Мына жерде міне бойдақтар тұр. Абзауың неке. Мынау шөп қора. Осы жерде. Мына жерде бір 3 бас бар, соны байлаймыз. Олар биыл бұзаулау керек, Алла қаласа. Олар жатыр. Шөп қара осы жерде ме? Шөп өйстіп тұрады. Трактормен ана воротадан кіргізе береміз. Қазір ол ашық тұр. Шамал кіріп, сквозняк болып тұрсын деп. Мыналар міне бастарын өйстіп тұғып, қалағанша жеп тұр. Мыналардың бәрі ұрғашылар. 10 бас кіттай. Осыларды алып, тұқымдыққа алып қаламыз енді. Кеш бұзаулағаны бар, ерте бұзаулағаны бар. Мыналар ерте бұзаулаған. Бір бұзауымыз ауырып қалды, білмеймін бұған не болған. Ветврачке уколын салып кетті, бөлек тұр бұл. Қазіргі таңда осы жағдай шаруашылықтың. Қазір сиырларға GPS-ін тағып, бүгін енді айдаймыз, далаға шығарып жібереміз. 12 градус болады бүгін. Қазір мен су алып келдім, ыссы суменен. Мына шұғылышты қосып, жуамыз аппараттарды. Жазғы қора, жылқылар тұр. Мынау биыл құлындаған жоқ, қысыр қалды мынау. Мынау 1,5 жасар құлыны биік болып тұр бұл. Бойы 1,5 жасар. Мінезін көрдіңіз ба, қандай болып кетті бұл. Мінбегеннен кейін, оны шопанымыз бақпайды, мінбейді, қорқатты құлап қалам деп. Үлкен кісі. Өзіміз бұны міне беруге де неге міне бересін енді, уақыт жоқ, басқа да жұмыстар жетеді. Сол үшін бұлардың мінезі дұрыс емес, құлақтарын жымайтып, тепкісі кеп, тістегісі кеп тұрады. Жазымен мына жерде жатты, бір күннің ішінде қар жауып, мына жер уже бычыт болды. Сол үшін сиырлар енді ішке жатады. Былтыр осы қазан айында да далаға жатып еді. Биыл ерте кіріп кетті енді. Қош достар,
Осы енді таңғы сиыр жайғастырамыз. Қазір бұқаларға барам. Бұқалардың суын, шөбін беріп жатырмыз. Шопан шөбі мен суын беріп береді. Мен как раз мына жақты қазір сауып, сол жаққа барам бұқаларға. Таңғы Алланың нұры жауып жатыр, күн шығып жатыр бізде. Осы таңда Алланың нұры шашылады, несібесі таратылады дейді ғой. Күннің шығысымен осылай тұрып, дұға қылып, тіршілік қылсаң, Алла берекесін береді, достар. Қош, қазір бұқалар жаққа барамыз. Достар, мына жақты болдық. Аппараттарды жудық. Ыссы сумен шолыш қосып, енді базаға кетіп бара жатырмыз. Мінекей мына машинаның кеше коробкасын жинадық 2 күн бұрын. Кеше қармен арпалысып қоя алмадық. Бүгін енді ағам мен інім келеді. Коробканы қоямыз. Сосын арпа тасимыз. Бұл да біздің жәрдемшіміз. Ал енді кеттік. Сүттерді қарға қойдым кішкентай. Базарға барамыз. Қазір жалғыз өзім, бала-шағам қалада. Қалада да үй бар. Балдар оқуда. Кішкентай садикте, бақшада. Сол үшін өзіміз келіп жайғастырамыз. Інім екеуміз, 2 ініменен кезекпе-кезек осылай жұмыс жасаймыз. Біздердің ауыл осы, міне. Тас жолымыз бар, светіміз бар, газ бар бізде. Үйде от жақпаймыз, газбен жылынады. Мына Қостанайға 35-40 шақырым, Рудныйға 10 шақырым. Осындай ауылда тіршілік қылып отырмыз. Барам дегенше тас жол, осындай теп-тегіс. Рудныйға барам дегенше да, сосын мына жағы шығысқа қарай Қостанайға жүреміз, батысқа қарай Рудныйға жүреміз. 2 жағда тас жол, үлкен трасса. Мәшінге, көлікке отырып, газды бір бассақ барамыз. Мынау біздің тұрған базамыз. Үйге бір 200 метр. Үйге бір 200 метр шамамен. Не, достар. Осындай. Мынау газ. Мынау газдың мүшеде задвижкілер айтып сондайлар тұрады. Анау су. Ар жақтағы су. Сосын осы жерде Олжа деген үлкен агрохолдинг бар. Агрохолдинг. Вот соның, солар осы жерде білмеңдер. 100 мыңдаған гектарға арпа, бидай, сосын майлы дақылдар егеді, горох егеді, зығыр, көп нәрсе егеді. Солардың техникасы тұрады, жарт бір бригадасы мына жерде тұрады. Мына жерде зерноток бар. Осы ауылдың айналасындағы дәнді дақылдың жартысын осы жерге әкеліп төгеді, мына жерге. Сол осы міне. Күнде таңертең тұрып, 2 мезгіл осындай жұмысты істейміз. Таңертең мал сауамыз, базаға келеміз, бұқалар жайғастырамыз. Сосын сағат қазір 9-тарда інілерім келеді. Осы жерде жұмыс істейміз. Құрылыс қыламыз, техникалар бар, техникалар сынады. Енді жұмыс көп қой, малды. Тынбаймыз. Кешке дейін, сосын кешке сауып аламын да, мен үйге кетемін, інім қалады. Солай кезекпе-кезек жұмыс жасаймыз осылай. Мынау былтыр істеген тоғымыз. Тоғымыз рахат болды бұл. Түнде жап-жарық болып тұрады, базды светтер жанады. Бисмилля. Алхамдулилля. Мінекей жаңа шопан келіп, су менен шөбін берді. Енді мен келіп қазір жемін салам. Су бар, шөбін жеп жатыр. Үстінен мына жаққа жемді салдым дейді. Жемін салған. Енді қазір мен жемін тарқатып витамин берем. Сонымен жұмысымыз
бүгінгі таңғы жұмыс, малдың жұмысы кешке дейін бітеді. Келіп ортасында су қосып, насоспен су қосып, 1-2 мәрте су қосып береміз. Сонымен болды. Бәрі оңай ғой, мен әжеден шөпті осы жерден тарқатамыз. Жемді де осылай дайындап қоямыз. Жемді осылай дайын тұрады. Мына жерге бір 3,5 тонна бар, есептеген бойынша. 3,5-4 тоннаны өйстіп дайындап аламыз. Біледі ғой, мені бұрыннан көріп жүргендер біледі қандай жем екен. Көрдіңіз ба, мынандай слой-слой, кебек, арпа, бидай, жымық, шұрот. Жымық, шұрот, кебек. Мына техникаға қазір келіп саламыз. Тесігі жабылады. Майын кеше көргенмін, кілт ашып, подсос тартылып. Осыған қазір алдын негізі мынаны істеген кезінде мынаны жерге бүйтіп құлатып барып былай алуымыз керек еді. Былай келіп, былай. Оған мына жемді тарқататын жер мына құрылғы. Тиіп қалды, доңғалағымыз науаға тиіп қалды. Сол үшін міне мынаны 25 сантиметр шығардық та. Енді мынаны құлатсақ тиеді анау. Мынау тиеді. Сол үшін қазір ана жемге жақындатып аламын да. Мен күрекпен салам. Күрекпен салам. Күрекпен салам осылай. Енді күрекпен салам. Сол кезде әйтеуір арбаны итеріп, алдын арбаға салып, арбаны итеріп барып, сосын ар жақтан тағы арбаменен салады арбадан науаға. Қазір міне мынаумен жеңіл болды енді. Өте жеңіл болды. Осынысына да шүкір. Хоп, бисмиллах. Бүйтеміз. Көтереміз. Қашыңдар, қашыңдар. Өсірәкеп қойып, құлатып, енді күрекпен салам. Сөйтіп алып барамыз. Жемін салдық, витамин салдық. Осылай толып жатады, толып тұр. Біздердің мақсат қазір бұны әсте күннен күнге көбейтіп бара жатырмыз. Өткенде саламыз, жалап қояды, саламыз, жалап жеп қояды да, солай беріп жүрдік. Енді күнде көбейтіп, қазір мыналар жейді, толтырып та, сосын әсте жүріп кетеді. Бір айналып, 1,5 сағаттарда, мүмкін 2 сағатта қазір 7 ма, 9-да келеді, 9-9:30-да уже қайтып кеп, жалап қояды. Екіншісінде. Сол енді және шамал көтеріп, сосын 9-да кетіп қалады, сағат 12-1-де келеді. Біздер сондай қыламыз. 2 мәрте, 3 мәрте кеп жейтін қып. 7-де жеді, қалды түбінде, 9-да жеді. Екінші келеді да, бір айналып келеді, 9-да жейді. Сосын одан да қалу керек, үшіншіге 12-лерде бір жейді. Сосын одан да қалып, 2-де келгенде, уже 4-ші ма, сол кезде барып жеп қоятынға дейін барамыз. Түсініңіз ба? Сосын келесі салатын жемді, мысалы 4,5-да салатын болсақ, 4-5-те салатын, 4 пен 5-тің ортасы салатын болсақ, сол кезде бір 3-те, 2-де уже кеп күтіп тұру керек қой бар. Келесі жемге дейін бәрін жалап жеп қою керек. Егер өте көп беріп қойсаңыз да, келесі жемді уже жегісі келмейді. Келесі жемде жаңағы сілекейлері ағып, иісі шығып дұрыс болмайды. Біздер енді сондай не қылуымыз керек та, есептеуіміз керек жемді. Қазір мінекей әлі бар. Бұл видео 20 минут болатын шығар, мүмкін 15-20 минут болады. Бірақ ол мен осы таң ертеңнен бері 2 сағат болды жүргеніме. 2-2,5 сағат болды. 5,5-нан бері жүрміз. Бізде тұрып, су оямыз ыстып. Соң бәрін есептеуіміз керек.
мынау қалады. Әзір кетіп қалады. 9-ларда кеп жетті жалап таусық қояды су кезде. Міне бүгін 30-ші күн достар. Бұқаға бүгін 1 ай болды тұрғандарына. Келген кезінде қандай еді, қазір қандай, нәтиже бар ма? Хош достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Енді біз кешке дейін қазір үйде басқа жұмыстар бар, техникалар бар, стройка бар, құрылыс. Сонымен кешке дейін осы тұрады өстіп бұқалар. Хош достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Барлықтарыңыздың істеріңізге Алла береке берсін.